Бүгін әріптерді жаттап болсақ, екінші сабағымызды бастаймыз. Бүгін өтетініміз фатха, касра, дамма әрпі. Фатха ә деп оқылады, касра әріптің астында бір сызық келсе, касра деп аталады және ол и деп оқылады. Дамма тұрса, дамма ол у белгісін береді. Және алиф ешқандай касрасыз, фатхасыз, даммасыз келетін болса, бұлар хареки деп аталады. Ешқандай харекесіз келетін болса, ол ешқандай оқылмайды алиф. Ал алифтің үстінде фатха келетін болса, ә деп оқылады. Алифтің астында касра келсе, и деп оқылады. Алифтің үстінде дамма келсе, у деп оқылады. Ә, и, у. Бірге оқимыз. Мынау ро әрпі. Кәдімгі р әрпі, және оның үстінде фатха келетін болса, а қосылады және ро деп оқылады. Ро дегенде аға да оға да ұқсамайды. Араб тілінде а деген, о деген әріп жоқ, сондықтан екеуінің ортасында ро деп оқимыз. Не үшін рә деп оқымаймыз? Өйткені рә ол ә деген жіңішке әріптердің үстінде оқылады. Ро жуан әріп болғандықтан бұл ро деп оқылады. А мен оның ортасында ро. Бірінші әріпті оқимыз, сосын харекені оқимыз. Хареке фатха болып тұр. Р, о, ро. Және р, и. Мына касра и мағынасын береді. Сондықтан р бірінші әріпті оқимыз, сосын касраны оқимыз. Ри. Немесе ры. Бұл жерде касра болғандықтан жіңішке оқылады. Р жіңішке оқылады. Ри деп. Бұл үшінші р және дамма белгісі у. Р, у. Бірінші әріпті оқимыз, содан кейін дамманы оқимыз. Ру. Келесі. Алиф ішінде фатха болса, ә деп оқылады және ро. Бұл сукун деп аталады. Әріптің үстінде домалақ тұрса, бұл сукун деп оқылады және ол тек қана әріптің өзін оқылатынын білдіреді. Ә және р. Әр. Мына жерде и және р-ның өзі оқылады. Үстінде сукун тұрғандықтан р-ның өзі оқылады. И, р. Екеуін қосамыз. Ир. Және у, дамма және р өзі оқылады. Ур. У, р. Ур.